Байлар да жылайды. 12-ші бөлім. Бәйбішесі қайтқалы Сәкеңнен күй кетті. Өз-өзімен күбірлеп сөйлесіп жүретінді шығарды. Тіпті мына мен де ескерусіз қалдым. Ең жаманы сол, арадан 10 күн өтсе де осы көңілсіздік күнде жалғасып жатты. Зар жылаған екі қыздың да менде шаруасы болмады. Қысқасы, мен бұл үйде өзімді бөтен адамдай сезіне бастадым. Өйткені ешкімге керегім жоқ сияқты көріндім. Тіпті ішімдегі ұлдың әкесі Сәкеңе де менің бары жоғым бірдей боп қалғандай болды. Осылайша бұл үйдің сәні бәйбішемен бірге кетті. Сонда да үмітсіз шайтан деген ғой, үмітімді үкілеп жұмысыма барып кеп жүре бердім. Бұрын жұмыстан келгенде мына үйде бәйбіше болмаса екен деп армандасам, енді алдымнан шықса екен деп армандап жүрдім. Тіпті сағынатынды шығардым. Осылайша күндерім өтіп жатты. 2 апта өткенде үйдегі 2 қыз Европаға ұшып, Сәкең екеуміз ғана қалдық. Алайда Сәкең де мен үшін бұрынғыдай болмады. Бұл жаз бітуге таяп күз жақындап қалған кез, ал Сәкең болса ауладағы гүлдермен әуреге түсті. Күзгі салқынға бастары салбырай бастаған, соларға су құйып баптап әлек сырттай қарап қоямын. Сол гүлдермен ғана сырласып, сол гүлдерге ғана мұңын шағатын сияқты. Бірақ ұлын арқалап жүрген мына мені көзі көрмейтін сияқты. Сөйтіп жүріп, арадан тағы бір ай өтті. Жылап еңіреп шетелден үлкен қыз қайтып келді. Қырқына ұлан асыр ас беріліп, қаланың мен деген дөкейлері жиылды. Бірақ сонда да менімен ешкімнің шаруасы болмады. Не еркек боп Сәкеңнің өзі ешкіммен таныстырмады, не қызы жақ ашпады. Міне осы оқиға мені күрт өзгертті. Мүмкін мұның бәріне мені кінәлайтын да табылар, бірақ мұндай жағдайды пенденің басына бермесін. Өйткені мен мына еркектің тоқалына емес, күңіне көбірек ұқсап бара жаттым. Олай дейтінім, жұмыс менің мойнымда, үйдің күйбең тірлігі де менің мойнымда, ас дайында ол да менің мойнымда, ал күйеусымақ Сәкеңнен бір белгі болмады. Бәйбіше орнына қалдым ғой, бәйбішесіндей болмасам да ұқсап баққаным болсын деп қаншама рет барымды салсам да басы бері бұрылмай қойды. Мазаламашы, баланы аман-есен қолға алайық, сонан соң бәрі де болады деп қысқа қайырды. Ойбай-ау, балаға әлі 3 ай бар ғой, сонда 3 ай осылай жүрмекпіз бе деген сұрағымды жауапсыз қалдырды. Қысқасы, бәйбіше қайтқалы ол қатты өзгерді. О баста түсінемін ғой, жүрегі жаралы боп жүр деп үндемей жабулы қазанды жабулы күйінде қалдырып жүрдім. Бірақ мұнымнан түк те шықпады. Сәкең бәрін тастады. Бұрынғыдай жұмыспен де шаруасы болмады, менімен де шаруасы болмады. Анда-санда кеп құрсағымды құшақтап жылап алғаны болмаса, басқа түк бітірмеді. Қысқасы, нағыз еркектіктен кетіп, езге айналды. Әрине, бұл менің зығырданымды онан әрі қайнатты. Сонда да жақ ашпай, сабыр сақтап шыдап жүрдім. Тіпті жұмысқа өзім ертіп барып кеп жүрдім. Өйткені қарамасаң, бизнес деген кері кететінін білемін ғой. Оның үстіне сатушы қыздар не білдіріп жатқан бір Алланың өзі білсін. Мұны осында сатушы болғандар түсінеді. Қадағалаусыз қалдырсаң құртатыны анық. Бұл шындық. Бұл біздегі бизнесте қатты белең алған жағдай. Тым болмаса үстіне қойып сатып ақшасын қалтаға басады. Нәтижесінде дәрі-дәрмектің бағасы өсіп, басқа дәріханалардан қымбат боп шыға келеді. Міне бұл дегенің клиенттің азаюына әкеп соқтырады. Сол үшін де осының бәрін қадағалау керек, қысқасы контроль керек. Ал мен жалғыз өзім қайсы біріне болайын? Амалсыздан Сәкеңді сүйреп жүрмін. Оның үстіне осыншама бизнестің, үйлердің, көліктердің ешбірі де менің атымда емес. Бұл дегенің әрине мен үшін жақсы емес. Тіпті бұл мен ойлағандай өмір емес. Сол үшін де менің алға қойған біраз жоспарларым осы. Мына Сәкең болса
күннен күнге азып тозып барады. Есің барда еліңді тап деген ғой. Көзі тірі тұрғанда осы істі қолға алайын. Ала жалда қандайда бір жағдай бола қалса, тақырда отырып тарықпауым керек қой. Оның үстіне мынандай аты ғана еркек затында түк жоқ күйеумен қашанғы өмір сүремін. Сондай-ақ бағым ба, сорым ба білмеймін. Асылбек те осы қалада жүр. Оның номерін тек қана телефоныма емес, жүрегіме де сақтап қойғанмын. Қайтейін, махаббат деген құрғыр миымды жеп барады. Оған ессіз ғашықпын, бірақ мен ондай арамдыққа бара қоймаймын. Егер де мына кеусімақ мені өз бәйбішесіндей көретін болса, ал мынадай жүрістің маған қажеті жоқ. Өйткені тап қазір мен не тоқал, не бәйбіше емеспін. Екеуінің арасында жүрген күңмін. Қысқасы, өлгеннің соңынан өлмек жоқ қой. Үлкен қыз кеше кеткен. Сөзіне сенсек, енді келесі жыл ғана келмек. Жаңа жылға келсе, Эльмира келер. Мен келе алмаймын-ау дейді. Келмесең атамнан әрі, керек едің сен маған. Апта жатып жақ ашпаған сені қайтейін, басыма ұрайын ба? Мен тірліктерімді бітіріп алғанша, осы сенің келмегенің жақсы. Аман болсаң болғаны. Ал енді бүгін Сәкеңмен арамызда ашық сөз болмақ. Күн кешкіріп қалды. Ол әлі аулада жүр. Қызылды жасылды гүлдерді сипап, өзімен өзі көре сала айқайға бастым. Тамақ дайын болды ғой, үйге кіріңіз, сөйлесетін шаруалар бар дедім. Мені ести сала қолының шаңын қаққан сорлы үйге жүгірді. Қарашы өзін, менен гүл артық болғаны ма бұған? Қап, сен асықпа бәлем, сенің де шаңыңды қағармын әлі. Құрсағымда ұлың тұрғанда сен қайда барасың менен? Осыны ойлағанымша болмады. Сәкең бой көрсетті. Арадан көп өтпей екеуміз де асханадағы үстел басына кеп отырдық. Не ойлағаныңыз бар? Айтыңызшы, мен бәрінен де шаршап кеттім дедім. Ол сорлыда болса үн жоқ. Құдды бір мұғалім алдында тұрған оқушының кейпіне түсіп міңгірлей бастады. Не істеймісі несі, Сабираш? Мен сені түсінбедім дейді. Әй, мынау жынды ма? Түсінбегені несі мұның? Енді не десем екен? Төсегіме кеп қашан құлайсың дейін бе? Ал керек болса. Қалайша түсінбейсіз? Мен сізге кіммін? Осы бетіме айтыңызшы деп лап қойдым. Көзі жәудіреген сорлы қорқып кетті. Әрине қорқады, қорықпай қайтсын. Бәйбішеден айырылды, ал өлгенінің соңынан өлмек жоқ. Енді менен айырылғысы келмейтінін білемін. Оған менің құрсағымда жатқан козырым бар ғой, несін қайғырамын. Қысқасы, бұл сорлыдан көңілімдегі жауабымды ала алмадым. Бұл менің онан сайын ашуыма тиді. Өйткені ол маған не тоқалымсың, не бәйбішемсің деп айтуы керек. Сосын мына бала менікі, осыншама дүниенің мұрагері осы бала деп айтуы керек. Ал мынада үн жоқ, есі жоқ мылқаума дерсің. Сол үшін де онан сайын тақала түсіп жауап күтіп отырмын дедім. Не болса да кейін сөйлесейікші, Сабираш. Тап қазір менің миым істемей тұр. Тіпті сенің не айтып отырғаныңды да түсінбей тұрмын. Қоя салшы осы дейді. Ой, мынауың отырған бір ақмақ. Ақмақ демей не дейсің? Мені құшағына алмағалы қашан? Шынын айтсам, 2 айдан кетті. Ол қай заман еді? Ол бәйбіше бар заман еді. Тап қазір бәйбішесі жоқ. Сонда да маған жоламайды. Тағы да не дейсің бұған? Сенге көшіп әрі қарай өрши түстім. Сенің анау гүлдеріңнен не пайда? Әлде сол гүлдер саған әйел бола ма? Несіне айналшықтай бересің? Осы бүгін ақ жұлып лақтырсам ба екен осы? Онан да мына маған иелік қылмайсың ба? Қашанғы күннің күйінде жүремін. Мен де өзімді біреудің әйелі сияқты сезінгім келеді. Мен де өз күйеуіме еркелегім келеді. Соны да түсінбейсің бе сен дедім. Міне, сонда ғана ол маған жақындай түсті. Құшағына тартып құрсағымды сипай бастады. Еріндері жыбырлап құлағыма бірдеңелер айтқандай болды. Енді мен де оған тығыла түстім.
алайда көзінің тамшысы иығыма төгілді. Қысқасы, бұл тағы да мен күткендей болмады. Күрсініп барып, күңіреніп кетті. Сонан соң ғана тілі шықты. Сабираш, түсінші мені. Осы гүлдер бәйбішенің еккен гүлдері ғой. Гүлдің не кінәсі бар? Тиіспеші жаным дейді. Сен оның арғы жағындағы балалар ойнайтын алаңды көрдің ғой. Ол да бәйбішенің алаңы. Біз қазақтар ырымға сенеміз, сол үшін ырымдап соқтырған еді. Баламыз болса, осы алаңда ойнатып жүрсек деп армандаушы еді. Сол арманына жете алмай кетті. Оны өзіңде білесің ғой деп еңкілдеп кетті. Тап осы кезде арақ иісі мөңкіп берді. Енді мен шоши бастадым. Мынау неғып иісі ауысып отыр десем, сау емес екен ғой. Қой құрсын, бұл маған күйеу болып жарытпас. Жас күнінде көп ішетін болған деп естігенім бар еді. Сол әдетіне қайта басқан екен ғой. Қасқырды қанша бақсаң да орманға қарап ұлиды деген бар. Демек, мұның бар байлығын қолынан алып, құйрығына бір тебу керек. Бітті. Қысқасы, орнымнан тұрып бөлмеме жеттім де телефонымды ақтара бастадым. Қатар тұрған А әрпінен Асылбек дегенді тауып ойға баттым. Жалғасы бар.